بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. نقرأ كتاب نور اليقين في سيرة سيد المرسلين للشيخ محمد الخضري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға Алла тағала аспан есіктерін ашты. Жер қысылып тарылған сәтте Алла өзіне қонаққа шақырды. Бұны біз Исра Ми'радж түні деп атап жатамыз. Атап өтіп жатамыз. Бірақ расында бұл түн өте көп сырды қамтыған. Соның бірі Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам кірпік қағым сәтте Ақса мешітіне барды. Ал баруы себеппен болды. Қандай себеп? Әл-Бурақ атты жануармен. Әл-Бурақ бізде пырақ дейді. Не есек емес, не жылқы ат емес. Себебін айттық, есек болса құрметсіздік болады, жылқы болса әурешілік болады, мініп түсуі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның Алла тағала ондай әурешілікке түскенін қаламаған дейді. Ал осы жануар қайдан келді? Және Ақса мешітінде 2 ракағат намаз оқып шыққаннан кейін қайда кетті? Бұл Әл-Бурақ Әл-Джаннатул Улуи, ең жоғарғы жаннаттан келген дейді. Ең жоғарғы жаннат бізде Әл-Фирдаус, одан жоғарғысы біз Пайғамбарымызға азан айтқаннан кейін сұрайтын: Аллахумма рабба хазихи да'вати тамма вассалатил қаима ати Мухаммадинил василата вал фадила. Әл-Васила. Ғалымдарымыз осы василаны ең жоғарғы жаннат деген. Міне сол жерден келуі мүмкін. Не Әл-Фирдаус Әл-А'ладан келуі мүмкін. Сол жақтан келген, сол жаққа қайтқан дейді. Пайғамбарымыз демек әлем ішінде әлемді тастамаған сәтте, немесе әлемнің ішінде жүргенде әлемнің себебі әлемге сай қағидамен жүрді. Алла соны көрсетті бірінші. Ақылға сыйымды болу үшін. Кейін аспан әлемін өткенде не істеді? Алла тағала себептерді алып тастайды, тек өзінің құдіретін көрсетеді. Болды. Құдірет әлеміне кіріп кетеді, бітті. Одан бұрын біз кеше немесе алдыңғы сабағымызда Пайғамбарымыз имамдыққа шыққанда пайғамбарларымыз күтіп отырған еді, күткен еді дегенді айттық. Дұрыс. Ол жерде ақиқат күткені. Біз және рухани қалпында дедік. Жоқ, рухани қалпында емес екен, бәлкім тәнімен күткен екен. Неге? Себебі біз бір нәрсені ұмыттық, қателестік. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның айтқан хадисі: пайғамбарлар қабірлерінде ахияун, тірі дегенді. Олардың денелерін топырақ жемейді деп айтқан. Демек олар пайғамбарымызға келгенде 2 ракағат намаз оқыған сәтте ұйып, олар рухымен және тәнімен тұрған екен. Рухымен және тәнімен тұрған. Алла тағала бұл жерде құдіретін көрсетті, және біздің ақылымызға сыймайтын қағида. Ол мына көріп үйреніп қалған қағида бұзылады. Алланың қалауына салсаң, құдіретіне салсаң, бәрі тоқтайды. Сол себепті Исра Ми'радж оқиғасына біз қалай қарау керек? Біз бірінші Исраға себеппен қараймыз, екінші
Алла тағаланың құдіреті деп қараймыз. Қалай ол? Мүмкін емес. Не айтып жатсыңдар? Дәлелдерің қайда деп шығатын бір топ бар. Біз олай ақыл өлшеміне салмаймыз. Бәлкім, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқандай, пайғамбарлар қабірлерінде тірі. Ал Меккеден Палестинаға, немесе Әл-Мәсжидул Мұқаддас, немесе Әл-Ақса, Илья Мәдинадағы, Илья деп аталған бұрын, сол жердегі Ақса мешітіне барған сәтте біз айттық, өте жылдам барды, кірпік қағам сәтте. Ал біз білеміз ба, сондай жылдамдықта барса да жолда Муса алейхиссаламның Алламен тілдескен, Сайна тауына тоқтап 2 ракағат оққанын, Иса алейхиссаламның дүниеге келген ауласы болған, дүниеге келген жері, сол жерге тоқтап 2 ракағат оққанын, жолда Юнус ибн Мәтта, қателеспесем, Юнус алейхиссаламға жолығып амандасқанын білеміз ба? Сондай жылдамдықпен жүрсе дағы, өтсе дағы, осы әрекеттің бәрін жасаған. Енді бұны біз ақыл өлшеміне, ақылдың қағидасына сала аламыз ба? Сала алмаймыз. Мүмкін емес нәрсе. Жолда кімге жолыққан? Юнус. Көлігін жетелеп, Каабаға қарай бет алып бара жатқан, тауаф ету үшін, зиярат ету үшін. Қай әлемде? Біздің мына білетін материалдық әлемде ме? Қалай ол? Міне. Тірі екен. Және Иса алейхиссаламның дүниеге келген жеріне тоқтап 2 ракағат оққан. Неге? Қасиетті жер деп. Мубарак жер деп. Сосын Иса алейхиссаламның Алламен тілдескен Сайна тауына тоқтап 2 ракағат намаз оққан. Ұстаздарымыз айтады, Жибрил алейхиссалам қасында. Пайғамбарымыз тоқтап, сондай бір берекелі қасиетті жерге түсіп 2 ракағат намаз оқып жатыр. Айтпады ма, я Мұхаммед, бұна жасап жатқаның ширк, бидғат деп тоқтатпады ма дейді. Пайғамбарымызға Жибрил алейхиссалам ондай әрекет жасауына мүмкіндік бермесе дейді. Жоқ, пайғамбарымыз түсіп оқыды. Жибрил алейхиссалам еш нәрсе айтпады. Демек, қасиетті жерлерге бару, зиярат етіп, берекесін сұрап 2 ракағат намаз оқуда не жоқ? Ешқандай қарама-қайшылық жоқ. Бұны кімге айтып жатырмыз? Біздің бағанағы бидғат, ширк деп жүрген бауырларымызға айтып жатырмыз. Содан Ақса мешітіне кеп, пайғамбарларымызды қосып, пайғамбарымыз шығып 2 ракағат намазын оқыды. Біз осы жерде айтып кеттік. Олар кімнің шариғатын орындап тұр? Пайғамбарымыз Мұхаммадун саллаллаху алейхи вассаламның шариғатын орындап тұр. Адам алейхиссалам келсе де, ол кісінің шариғаты өзге болса да, пайғамбарымыздікіне үйіп орындап тұр. Нені білдіреді дейді? Пайғамбарымыздың шариғаты пайғамбарларға берген шариғаттардың кемелі. Сол себепті олар бағынады. Сол пайғамбарымыздың істеген әрекетін істеп тұр. Міне, оған дәлел пайғамбарымыз өзінің шариғаты не деді? Ең кемел деді. Соңғысы деді. Кейіннен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам намазды аяқтап шығып, Алланың құдіретімен қайда кетті? Аспан әлеміне сапарын шекті. Бізге жақын болған бірінші аспан, оны дүние аспаны деп атайды. Сол аспанға барған сәтте қақпасын тоқылдатады дейді. Сұрақ қойайық. Жибрил алейхиссалам келер кезде Исрафил екеуі келген кезде пайғамбарымызды ояту үшін. Сол кезде қақпан есік аспанның қақпаларын ашып түсіп жүрді ма? Әрбір келген сайын келу үшін, қайту үшін, қайта-қайта қақпаны тоқылдатып ашып кіріп жүрді ма? Жоқ, олай болмаған. Олардың келу үшін, кету үшін, қайту үшін қақпа ашылу шарт емес. Нұр ғой олар. Енді бұл жерде біз білеміз, қақпа ашылады. Қақпадан рұқсат сұрайды. Кім бұл?
мен Жибрилмін дейді. Қасыңдағы кім? Уамен маак Мухаммадун. Демек бұл жерде қақпа кім үшін ашылайын деп отыр? Мухаммадун пайғамбарымыз үшін. Себебі уамен маак деп сұрайды. Сенімен бірге кім? Қасыңдағы кім? Мухаммадун. Сұрағы періштелердің қад буиса илейхи, қад буиса илейхи, леп белгісімен, сұрақ белгісімен оған пайғамбарлық беріліп қойды ма? Демек, сұрақ қойып тұрған періштелер пайғамбарымыздың кім екенін білет, күткен дейді. Ал келетін сәтін білмеген дейді. Келет дегенді білет, бірақ мына сәт, осы сәтте келе ме дегенді міне сұрақпен не істеп тұр, айтып тұр дейді, таң қалып тұр дейді. Боп қойды ма? Келетін уақытсы сәті болды ма деп жатыр дейді. Одан бұрын біз артқа қайтайық. Пайғамбарымыз 2 жас жарымында, 3 жасында, 4 жасында Халима анамыздың қамқорлығында жүргенде Жибрил алейхиссалам, сосын Микаил алейхиссалам адам бейнесінде келеді. Сол жерге қайтатын болсақ, екеуі пайғамбарымызды алдарына салып итеріп айдап отырады. Ясутанаху. Сонда Микаил сұраған: ахуа. Не деп сұраған Микаил алейхиссалам? Жибрилден: мынау сол Мұхаммед па? Сол осы ма деп сұраған. Нені білдіреді? Неге осындай таң қалушылық? Тааджуб дейді. Истиғраб. Сол осы ма? Ахуа. Демек, Жибрил алейхиссалам Микаилға я осы деп айтады. Демек, Жибрил алейхиссалам пайғамбарымызбен әуел баста жолыққан, білет ол кісінің кім екенін, ақиқатын білет. Жибрил алейхиссалам кімге айтып тұр? Я деп, демек Микаил әлі көрмеген. Демек, ол Жибрилден, Микаилден не бар? Хабар бар, бірақ әлі көзі жетпеген, көрмеген. Енді не істеп тұр? Мұхаммад деген тәнімен жолығып тұр да. Сол ма мұны? Мысалға да пәленше деп естейсің жұлдызды, сосын көріп қаласың, сол ма деген сияқты. Енді көріп тұрсың. Жақсы. Одан бұрын артқа қайтайық. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды үйінде жатқанда, Умму Хани анамыздың үйінде жатқанда, сол үйде Хамза жатады. Пайғамбарымыздың сүт бауыры көкесі Хамза жатады. Төбені жарып түседі екеуі. Содан Жибрил алейхиссалам пайғамбарымызды білетті, Мұхаммад, Ахмадты білет. Қасындағы Исрафил кімге қарай кетіп бара жатқан? Хамзаға қарай кетіп бара жатқан. Неге? Оятып тұрғызып алу үшін. Сонда айтады: жоқ, ол емес, хуа деген, мынау деген. Неге? Бұл нені білдіреді? Жибрил алейхиссалам пайғамбарымыздың кім екенін білет, Исрафил әлі көрмеген. Хамзаны оятайын деп жатыр. Демек, бұл нені білдіреді? Періште әлемі пайғамбарымыздың кім екенін білет, бірақ Мұхаммад деген тәнін әлі көрмеген. Оған дәлел міне періштелер қақпаны ашпастан бұрын уамен маак пайғамбарымыз деген сәтте, Мұхаммадун деген сәтте қад буиса илейхи, бірінші аспан қақпасы ашылады. Кім отыр дейді? Фаиза би Адам фарахаба би ва даали би хайри. Ашып қалса кім отыр дейді? Адам алейхиссалам. Енді осы аралықты есептеп қарайықшы. Жаңа ғана мешіттен 2 рағат намаз оқыды, тәнімен рухымен тұрдық деп айтты, хадиске сай. Шықты да, ол өте жылдамдық қой. Жаңа минут, секунд деп айта алмайсың. Шықты да бірден істеді, аспан әлеміне көтеріліп кетті. Қақпаны тоқылдатты, ашты. Кім отыр? Адам отыр дейді. Қай уақытта барып қойды? Артында имам пайғамбарымызға үйіп тұрған Адам өзінің аспанына Алла берген әс-самау дүнияға қашан барып қойды? Барып қойды дейтіндей біздің ұғыммен, біздің сөзбен айтуға бола ма? Барып қойды дегенімізде араға шықтық деген сөз. Мына нүктеден мына нүктеге қозғалды дегенді білдіреді. Түсінікті ме? А пункттан Б пунктына барды деген сөз. Ол араға шықтық деген сөз, ол дене деген сөз, сағат деген сөз, кайфия деген сөз. Міне имамдықта пайғамбарымыз артында тұр, шықты, ол баяғыда барып күтіп отыр. Демек, бұл біздің ақылымыздан тыс Алла Тағаланың құдіреті. Ал енді о жақта немен отыр? Тәнмен отыр ма, рухымен отыр ма?
Қабірлерінде тірі дедік. Аспан әлемде отырады және жолғады. Міне мәселе. Және фарахаба би, мені қошеметтеп күтіп алды, вада али би хайр, маған дұға жасады. Біздің қазақ тілінде не деп айтады оны? Батасын берді деген сөз. Неге? Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның кім екенін иман етіп, иман етумен кім болып тұр? Пайғамбар деген мәртебеге көтеріліп тұр Адам алейхиссалам. Себебі баршамызға мәлім оқиға бар. Адам алейхиссаламның Алла тағала баяндаған жеме деген ағаштан жеп қойғандығы, дұрыс па? Ал осы оқиға қатысты келген толықтамалардың барлығы, ғалымдарымыз айтады, ол Исраилят көпшілігі, толықтаманың барлығы. Жылан келген ағаштан алма, нақты алма деген жоқ. Белгісіз деген, бір жеміс деген. Нақты алма дегенді кім айтты? Исраилияттар айтқан. Жапырақты жұлып жүгіреді, ойбай, анау, мынау, тағы басқа. Соның барлығы. Ал біздің Құранға келсеңіздер, біздің Құран, кәләмуллада ондай детальность жоқ. Оқисың, өтіп кетесің. Демек, толықтамалар қайдан келген? Еврей халқы исламды қабылдап кіреді. Кірген кезде немен кіреді бірге? Өздерінің бұрынғы естіген мәдениетімен бірге ала кіреді. Кейін мұсылман болғаннан кейін отырыстарда естігенін, оққанын оларға ертерек кітап түсті ғой. Соны не істейді? Мұсылмандарға, қарапайым елге жеткізеді. Ал қарапайым мұсылмандар не деп қабылдайды? Сендерге бізден бұрын кітап түскендіктен мына мәселеде бізде хабар жоқ деп айтқандарын қабылдаған. Түсінікті ма? Содан ол не істеп кете береді? Ауыздан ауызға, құлақтан құлаққа, елден елге тарап кете береді. Міне. Сол жерде Адам алейхиссалам тәубе етті деп айтамыз. Бірақ ақидаға келгенде тәубе ететіндей ол кісі не жасаған жоқ? Күнә жасаған жоқ. Маасия болып есептелмейді деп айттық қой, дұрыс па? Бұл әрекеттер пайғамбарлардың ақысында маасия емес, күнә болып есептелмейді. Дұрыс па? Нисиян деп айтады бұны. Не деп айтады? Ұмыту дейді. Себебі аятты зерттеп қарасаңыздар, ұмыттым деп айтқан. Нені ұмытты? Жеме деген бұйрықты не істеген? Ұмытып кеткен. Сөйтсе, Адам алейхиссаламның шариғатында ұмыту не болып есептелген? Біздің шариғатымыздағы арақ ішу, адам өлтіру, күнә жасау сияқты не болған? Маасия есептелген. Ал біз үшін не болды? Ұмыту ол күнә емес. Оған дәлел пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сахих хадисте не деп айтты? Руфиа ан уммати нисян ва мастукриха алейхи, дұрыс па? Уал хата. Менің үмметімне не көтерілді деп айтады? Ұмыту, сосын мәжбүрлеп біреу өзіңнің еркінен тыс бір нәрсе істеткен болса, сосын қателескенсің. Осы қателескенсің болсаң, осы нәрсенің күнәсі көтерілген деген. Имам Абу Ханиф рахимахуллах, имам Мухаммад ибн Идрис Ахмад осы хадис талқылағанда көтерілді деген нәрсені екі жақ ғалымдарымыз екі түрлі айтқан. Міне, содан ғалымдарымыз айтқан, біздің үмметтен пайғамбарымыз көтерілді деген болса, руфиа деп тұрды. Демек ол бізге дейінгі үмметтерде шариғат болған кәдімгідей, біз күнә жасап қойсақ, адам өлтіріп қойсақ, тура сол адам өлтірумен тең не болған дейді? Шариғат болып есептелген дейді, нисиян. Демек Адам алейхиссалам не істеді? Ұмытты. Енді ұмытқаннан кейін не істеді? Алланың бұйрығын ұмыттым деп не істеді? Қайтты, тәубе жасады. Тәубесін немен бастады? Тәубесін арштың астында жазылған бізге беймәлім ұлық жаратылыс нені оқыды? Ла илаха иллаллах Мухаммадун Расулулла деген кәлиманы оқып, сомен тәвәссүл жасап, Аллаға қайтпады ма? Дұрыс па? Адам, сен Мұхаммедті қайдан танисың? Қайдан таптың дегенде не деп айтты? Сен өзіңнің Жәләл есіміңе, тек Жәләл болған сондай дәрежедегі есімді қосасың. Мен содан түсіндім, Мұхаммед не?
анау мынау пенде емес екенін түсіндім деді. Солай ма қысқаша айтқанда? Тағы бір риуаятта осы жақында ғана оған тап болдым, бірақ оның дұрыс па, дұрыс емес па, иснады бар ма, жоқ па, ғалымдар оны мақбул, қабыл етілген немесе қабыл етілмеген деп пікір айтты ма, айтпады ма, ол жайында ғалымдар сөз айтпаған екен. Жалпылама сондай сөз қалған екен. Мағынасы оны я деп, о деп қабылдап кетпейміз, жоқ деп жоққа шығармаймыз. Бар мағлұмат деп қоямыз. Ол Алла тағала Адам атамыздың белінен Хауа анамыз жаратады. Ұйқыдан оянып келген кезде Хауаны көріп, бірден Хауа анамызға Адамның еркектік сезім мүшелері оянады. Дұрыс па? Еркектік, сүю, әйел адамға не болу, жақын болу. Сол кезде Адам алейхиссалам не істейді? Хауа анамызға сөз алып некелеседі. Некелескен сәтте Хауа анамыз өзінің мәһрін сұраған. Мәһріне не сұраған білесіздер ме? Мұхаммедке салауат айт деген. Сол менің мәһрім болсын деген. Немесе келесі Адам алейхиссалам Хауа анамызға некелесетін кезде періштелер арқылы некелеседі, ортада періштелер болады. Сонымен некелесу сәтінде Алла тағаладан мәһр сұраған екен. Не берем? Хауа анамызға мәһр ретінде не берсем? Сонда пайғамбарымызға Алла тағала айтқан екен, 20 рет салауат айтасың Мұхаммедке. Сол сенің Хауа анамызға беретін мәһрің болсын деген екен. Осындай дерек бар. Бірақ жаңа қағидадан айттық, бұл мақбул, не ғайру мақбул деген мәселе талқыланбаған, жалпы қалған. Бұны біздің ғалымымыз Ибнул Қайым Жаузия емес, Жаузи, Ахлі Сунна вал Жамаат ғалымы өзінің Салуатул Ахзан деген кітабында келтірген дейді. Жай дерек, түсініп ма? Бұл мәселені айтып кеткен себебім, Мұхаммадун Расулулла кім? Сыр болып тұр. Сол себепті Адам атамыз пайғамбарымызға жолың болсын деп бата жасап тұр. Нені білдіреді? Мойындағандық. ثم عرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل فقيل من أنت قال جبريل قيل ومن معك. Сосын 7 қабат аспанның 7 қақпасын ашады, 7-інде де сол қайталанады да, тоқылдатады. Сен кімсің? Жибрилім. Қасындағы кім? Мұхаммадун. Олар тағы да айтады, қад буиса илейхи. Неге бұл көрініс жасалады? Бір қақпаны ашса қалған арғыр ашыла бермейді ме? Бірден ақ өте бермейді ме? Жоқ, әрбіріне тоқтайды, әрбіріне мен дейді, әрбіріне Мұхаммадун дейді, әрбіріне деп айтады. Оған пайғамбарлық беріліп қойған ба дейді. Демек, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның кім екенін әр қабат аспаннан не істеп жатыр? Көрсетіп жатыр. Әр қабат аспан не істеп отыр? Күтіп отыр. Соны тоқтап өтіп кетіп жатқан жоқ, көрсетіп жатыр. Кім? Пайғамбарымыз кім? Қала қад буиса илейхи, оған жіберілді ме? Я. قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بابني الخالة. Кімнің дейді? Нағашымның 2 баласы дейді. Нағашы дейді. Қалай? Яхья ва Иса ибн Марьям фаррахаба би ва да'a ли би хайр. Бибней хала. Яхья ва Иса. Неге хала деді? Яхья ва Иса кімнің балалары? Пайғамбарларымыз. Кімнен тарайды? Яхья ва Иса алейхимассалам. Ибн Марьям. Марьям кімнің қызы? Марьям кімнің қызы? Закарияның қызы ма, Закарияның қызы емес пе?
Әли Имран. Ол кімнің баласы, кімнің ұрпағы? Яқуб па, Яқуб емес пе? Яқуб. Дұрыс па? Яқуб кімге кетеді? Исхаққа кетеді. Солай ма? Исхақ кімге кетеді? Исмаил екеуі ағайынды ғой. Кімге кетеді? Ибрахимге кетеді. Солай ма? Ибрахимнен Исмаил алейхиссалам тарайды, сосын Исхақ алейхиссалам тарайды. Мына жақта. Исхақтан 12 немере кетеді, ұрпақ кетеді. Исмаил алейхиссаламнан 12 бала кетеді. Түсінікті ма? Пайғамбарымыз кімнен шығып тұр? Исмаил алейхиссаламнан. Түсінікті ма? ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة үшке кеттік дейді. فذكر مثل الأول бірінші аспанда болғандай үште де болды. ففتح لنا وإذا أنا بيوسف кімге жолықтым дейді? Юсуф алейхиссаламға. Үште отыр екен. وإذا هو قد أعطي شطر الحسن. Сөйтсе оған не берілген дейді? Әдеміліктің, әсемділіктің жартысы берілген дейді. Жартысы берілген болса, кемелі кімге берілген? Пайғамбарымызға берілген. 50-ін алған болса, Юсуф алейхиссалам 100-ді кім алған? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Ал біз естімедік қой дейді. Пайғамбарымыздың қасындағы жүрген, пайғамбарымызды көрген әйелдер Юсуф алейхиссаламды көргендей қолдарын кесіп, естерінен танып қалған естідік пе дейді? Жоқ. Сахабаларымыздың пайғамбарымызды көріп, бетіп қатып қалған естідік пе дейді? Жоқ. Онда қалай Юсуф алейхиссалам сондай сұлу болып, өз заманында әйелдерді есінен танытқан болса, пайғамбарымыз 100 алған болса, неге ондай болмады дейді. Алла тағала пайғамбарымызға 100-ді береді, толық сұлулықты береді, бірақ сол жәмәл деген сипатты немен жабады? Қандай сипатпен? Жәләл деген сипатпен жабады. Не үшін? Дұшпандары қорлап табаламас үшін. Қасындағы иман етіп сүйгендері сұлулыққа батып, жынды болып кетпес үшін. Сол себепті Али каррамаллаху ваджха бүйтіп айтқан: "Мен рааху бадихатан хаба, ва мен халатаху муамалатан ахабба" деп айтқан. Мағынасы, кім оны бірінші рет танымайды, бірінші рет көріп тұр. Бүйтіп бадиха дегеніміз судфа, бірінші рет көріп қалса, үрейге батып, мысы басып кетіп, қатып қалады, қорқып қалады дейді. Қай сипатын көреді сонда? Жәләл сипат. Ва мен халатаху, ал араласып, мәміле жасаса дейді, ахаббаху деген. Не істеп кетеді? Сүйіп кетеді деген. Несін көреді сонда? Жәләл сипаттан өтіп, жәмәл сипаты өтіп кетеді деген. Не үшін? Дұшпандары табаламас үшін. Мысалға, иілей берсең, не істейді дейді? Мойының отырып алады дейді ғой бізде. Сосын адамдарға неңді көрсетпейсің сен? Әуел баста әлсіздігіңді, жұмсақтығыңды, мейірімділігіңді көрсетпейсің. Неге? Соған отырып алады адамдар. Жаңағы бүге берсең, тыға береді дейді ғой. Дұрыс па? Тура сол сияқты. Пайғамбарымыздың жұмсақтығын көрсе, дұшпандары не істейді? Соны табалай береді. Фарахаба ва даали би хайр. Не істеді? Мені қошеметтеп күтіп алды да, маған да сол дұғаны жасады дейді. Сонда әрбірі өзінің сертінде тұр. Пайғамбарымызға берген сөзінде тұр. Сол себепті әрбірі не істейді? Дұғасын жасап, қошеметтеп, жолға сал береді. Сумма урижа бина иля самаи рабиати фазукира миср. Тура сол нәрсе айтылды. Фаиза ана бидрисин фарахаба би ва даали би хайр. Кімге шықтым дейді? Төртке барсам кім отыр дейді? Идрис алейхиссалам. Ол да мені қошеметтеп, құрметтеді. Содан ары қарай дұға жасап жолға шығарды. Неге төртте отыр? Себебі төрт кімге берілген? Идриске берілген. Оған дәлел қала та'ала фи сурат Марьям: "Астаизу биллахи ва рафа'наху маканан алия." Қайда көтердік? Жоғары мекенге. Кім екен бұл? Идрис. Сумма урижа бина иля самаи ал-хамиса. Беске көтерілдік. Фазукира мисру. Тура сол болды.
кімсің? Жибрил. Ол қасыңдағы кім? Мухаммадун қад буиса илейхи фаиза ана би Харун фарахаба би ва даали би хайр. Кім отыр екен? Харун алейхиссалам. Сумма аурижа бина иля самай садисати, алтыға көтерілдік. Фазукира мисру, бағанағы сияқты болды. Фаиза ана би Муса фарахаба би ва даали би хайр. Муса алейхиссаламды қошеметтеп дұға жасады, батасын берді. ثم عرج بنا إلى السماء الدنيا أي إلى السماء السابعة жетінші аспанға көтерілдік. فذكر مثله бағанағын бәрі айтылды. فإذا أنا بإبراهيم عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه. Сөйтсем кім отыр дейді? Ибрахим атамыз отыр екен, арқасын әл-бәйтул маъмур. Ол жер бетіндегі бізге жасалған намаздағы қыбла, жүрегіміздің қыбласы, зиярат ететін әр мұсылманның арманы болған Каабадай тура соның төбесінде, параллельно тура үстінде аспан әлемінде, нақты айтқанда 7-ші аспанда періштелердің несі бар? Періштелердің Каабасы бар. Міне сол Каабаға кім? Атамыз Ибрахим алейхиссалам арқасын сүйеп отырған. Неге Ибрахим алейхиссалам сол жерде? Себебі Каабаны тұрғызған өзі ғой. Кім екеуі? Баласы Исмаил екеуі. Неден кейін жер бетін толыққанды су алып кеткеннен кейін деп айттық, дұрыс па? Сөйтсе ол Каабаға, періштелерге арналған Каабаға бір күнде неше мың періште кіреді екен? 70 мың періште кіреді екен де, сол кірген періштелер қайтып қияметке дейін оралмайды деген, кіре алмайды. Неге? Періштелердің саны өте көп болғандықтан. Сонда бір рет кірген періште болды, қайтып несе алмайды, кіре алмайды екен. Себебі баршамыз білеміз, ақиқат ол ең көп жаратылыс ол періштелер. Жаратыла береді. Сумма захаба би иля сидратил мунтаха. Одан кейін Ибрахим алейхиссаламнан кейін ары қарай кеттік дейді. Ибрахим алейхиссаламның осы жерде Мұхаммед пайғамбарымызға үмметіңе менің атымнан сәлем айт деген хабары бар. Я Мұхаммед, менің атымнан үмметіңе не жолда деген сәлем айт деген. Сол себепті біз ат-тахиятта не айтамыз? Аллахумма салли аля Мұхаммад, Аллахумма салли аля Мұхаммад ва аля али Мұхаммад. Сосын кама саллайта аля Ибрахим ва аля али Ибрахим деп осы жерде Ибрахимге не айтамыз? Біз салауат айтатын сол себебіміз сол. Неге? Себебі ол кісі бізге бағанағы 7-ші аспанда отырып сәлемін жолдаған. Үмметіңе менің атымнан сәлем жолда деп айтқан. Захаба би иля сидратил мунтаха. Содан қайда кеттік дейді? 7 қабат аспан әлемі бітті. Келесі әлемге өтті. Қай әлем? Сидратул мунтаха әлемі. Ол жаннат есігіндегі, жаннат қақпасындағы өсіп тұрған ең үлкен ағаш. Соны не деп айтады? Сидратул мунтаха дейді. Неге мунтаха деген? Мунтаха дегеніміз бітетін жер. Неге? Ілімнің аяқталатын жері. Демек сол ағашқа дейін ілім бар. Ілім бар дегеніміз сөзбен айта аласың, түсіндіре аласың. Мекен, жер, тағы басқа уақыт деп. Түсінікті ме? Ол ағаштан ары қарай өттің ба? Болды, сөз жоқ, ілім жоқ деген сөз. Бірақ біз не деп айтамыз? Ары қарай өтті, кетті. Неге? Түсінікті болу үшін. Айтпесе, ол жақты олай сөзбен айтуға болмайды. Айтатын жер қай жерге дейін? Сидратул мунтахаға дейін. Тіпті Сидратул мунтахаға дейін кімнің ілімі ғана жүреді? Жибрилдің ілімі сол жерге дейін барады. Ары қарай Жибрилдің ілімі тоқтап қалады. Ілімі жоқ деген ары қарай. Не бар екен білмейді деген. Түсінікті ма? Сол себепті ол жер не деп атаған? Янтахи илмул малаика деген. Сол жерде не бітеді? Періштелердің ілімі аяқталады. Ары қарай ілім жоқ, бітті. Қалай зертте не десең де ілім айта алмайсың. Мекен, заман жоқ. Ал ол ағашқа келетін болсақ, фаиза урақуха каазанил фил. Бағанағы ағаштың жапырақтары неге ұқсайды дейді? Пілдің
құлақтарына ұқсайды. Қай жағынан? Жалпақтығы, алыптығына. Сонда ойлаңыз, ол қандай ағаш. Басқа да хадистерде ол ағаш сипаттап келеді ғой. Көлеңкесінде 500 жыл жүресін деп. Көлеңкесінде. وَإِذَا ثَمَرُهَا كَالْقِلَالِ Жемісіне келетін болсақ, сонда үлкен дейді. Енді ойлаңыз, жапырағы пілдің құлағындай болса, жемісі не болады? Кәл-жаррар дейді. فَلَمَّا غَشْيَهَا مِنْ أَمْرِ رَبِّي مَا غَشْيَهَا تَغَيَّرَتْ дейді. Қызығы енді. Сондай алып ағаш, мұнтаха деп аталатын ағаш. Пайғамбарымыз келген кезде не істеді дейді? Раббымның әмірімен не істеген білесіздер ме? Тағайярат. فَمَا أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْعَتِهَا مِنْ حُسْنِهَا. Алланың жаратқан бір жаратылысы бағынағы ағаштың мені көрген сәтте әсемделіп көркемделгенін біреу сипаттап бере алмайды деген. Пайғамбарымыз кеп қалған сәтте Алла тағала ол ағашқа бұйрық берген дейді. Не деп? Әсемдел. Көркем бол. Ол бұрын сәтті онда әсем бейнеде болмаған дейді. Пайғамбарымызды көрген кезде не істеген? Қолпырып жайнап салған дейді. Оны ешкім сипаттап бере алмайды деген. Ян'итуха. Нәт сипаттап бере алмайды. Фауха-Аллаху илайя ма ауха. Одан кейін мына жер сызып қойыңыздар. Фауха-Аллаху илайя ма ауха. Одан кейін маған Алла не істеді? Фауха-Аллаху илайя ма ауха. Алла маған вахи ететін нәрсені бәрін вахи етті. Не деген сөз? Беретін ілімді, көрсететін нәрсені бәрін не істеді? Көрсетті. Ал не көрсетті? Нені үйретті? Айта аласыздар? Ешкім айта алмайды. فَفُرِضَ عَلَيَّ وَعَلَى أُمَّتِي 50 صَلَاةٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. Демек, қай жерге өтіп кетті сол Сидратул Мунтахадан кейін? Қай жерге деп айтамыз? Жер деп айтамыз, бірақ бағана айттық, жер деп айтуға болмайды, бірақ түсінікті болу үшін қай жаққа өтіп кетті деген сөз? Хадратулла. Қай жаққа өтіп кетті? Алланың құзырына. Демек, неден кейін-ақ? Сидратул Мунтаха бітті. Оған дейінші, оған дейін жаннат пен тозақ қалады. Оған дейін не болады? Аршта қалады. Әл-қалам, лаухул махфуз, бәрі қалады деген сөз. Сон бәрін не істеді Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям? Өтіп кетті. Немен? Сол тәнімен, сол киіммен, ұйқыда жатқан киіммен, сол аяқ киіммен өтіп кетті. Дәретсіз, ғұсылсыз. Ұйқыдан тұра сал. Енді осыдан кейін Пайғамбарымыздың ұйқысын мен, сізбен, біздің ұйқымызбен салыстыра аламыз ба? Пайғамбарымыз не деп айтты? Әл-айна ятанаму ва қалби ла янам деген. Көзім ұйықтағанмен де, екі көзім, бірақ жүрегім ұйықтамайды деді. Неге? Себебі жер бетінде Алланың жаратқан жаратылысының ішінде біреу болу керек, біреу мінсіз. Не істейтін? Алла тағаланы бір кірпік қағым сәт, секунд, миллисекунд не істемейтін? Жүректен шығармайтын, зікір ететін. Біз зікір етеміз деп айтамыз ғой. Қайда біздің зікіріміз? Біз түнде өлеміз. Неше рет өлеміз? Әр түрлі. Кейде 4-5 рет өлеміз. Ұйықтап тұрып қайда ұйықтаймыз? Зікір ететін сәтіміз ар кетсе, сонда Хашр сүресінде оқысақ не деп айтады? Уайсаббиху лаху ма фис самавати ва ма фил ард. Алла тағаланы жер бетіндегі мен жер астын бәрі зікір етеді. Сонда Пайғамбарымыз адамзаттың бұл әлемнің мінсіз болып жаратылса, мұны ағаштардан, бізді қоршаған табиғаттан кем болып қала ма? Үнсіз жатқан, сөйлемейді деп есептейтін ағаштар зікір етеді ғой. Аят толып отыр ғой. Саббаха лаху ма фис самавати ва ма фил ард. Саф сүре соңғы 30-ші паралардың көпшілік сөйтіп басталады ғой. Саббаха лиллахи ма фис самавати ва ма фил ард. Сонда қалай Пайғамбарымыз ағаш тастан кем болып қалады? Жоқ. Сол себепті Пайғамбарымыз тұрып дәретсіз намаз оқып кете беретін. Бірақ Айша анамызға, аналарымызға не істейтін? Дәрет алып көрсететін. Неге? Біз сол әрекетін көріп не істеп кетпес үшін?
Сүннет қылып алып кетпес үшін. Неге? Сендер ондай емессіңдер. Сендерге болмайды ол. Сендер тұрып дәрет алыңдар деп дәрет алуды не істейді екен? Көрсетеді. Ұйықтап қалсаң дәрет ал дейді. Неге? Сен үшін ұйқы дәретті бұзады деп түсіндіреді. Фафурида алейя ва аля уммати 50 салатин. Сөйтіп, маған және менің үмметім үшін не парыз болды дейді? 50 ракағат намаз. Күн және түнімен. Фаназалту иля Муса. Енді келесі сұрақ. Біз көтерілген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сапарын қалай бастадық? Адам алейхиссаламнан бастап, ретімен бастап келдік. Муса қай жерде отыр? 6-да. 7-де кім отыр? Бәйтул Маъмурда Ибрахим алейхиссалам отыр. Неге енді түскен кезде бірден Муса өтіп кетеді? Қайтар кезде ретпен кету керек қой. Кімге тоқтау керек еді? Ибрахим, сосын барып кімге кету керек еді? Мусаға. Неге бірден сапар, қайтар сапар Мусаға келеді? Неге Идрис шықпайды? Неге Адам алейхиссалам келмейді? Неге Муса? Ибрахим атамыз отыр ғой. Қалай атты өтіп кетеді бұлай? Және Мусамен тілдесіп кетеді. Муса пайғамбарымызбен намаз мәселесін талқылап, не істейді? Соны шешеді. Неге? Ғалымдарымыз айтады, оның сыры Алла тағаладан өзіңді көрсетші деп сұраған кім дейді? Муса алейхиссалам. Рабби арини. Я Раббым, өзіңді маған көрсетші. Пайғамбарымызға Алла субханаху ва тағала не деп айтты? Не деп айтты? Лән тарани. Араб тілін білетін пенде, араб, сарф дегенде, бәлаған білетін пенде бірден сөз. Лән тарани. Мұстахил нәрсені айтты ма дейді? Жоқ. Лән тарани. Қазір мына қалқыммен, мына бейнеңмен, мына жағдайда көре алмайсың. Мүлдем көрмейсің ба деп айтты ма? Жоқ. Лән тарани. Лән нені білдіреді? Мұстақбал. Дұрыс па? Муса сұрады ма? Сен көре алмайсың деп бұл әлемде жер бетінде айтқан болса, Алла тағала не қылады енді? Мусаға айтып жатыр. Ана жақта да көре алмайсың сен. Себебі көрем, көрсет деп сұраған кім еді? Сен едің. Енді несе? Сен көре алмайсың, бірақ мені көріп қайтқан кімді көр? Кімді көр? Мұхаммедті көр. Сол саған жетерлік. Түсінікті ма? Ибрахим алейхиссаламда болды ма ондай? Ибрахим алейхиссаламда болмаған. Ол не деп айтады Ибрахим алейхиссалам? Иманымды күшейтсем деп айтады. Дұрыс па? Өзіңді көрсетші дейді. Ибрахим иман етпедің бе? Жоқ, иманымды күшейткім келеді дейді. Онда не деп айтады? 3 түрлі құста кел, 3-ін бауызда, етін араластырып каша қылда, сосын әр таудың басына бөлшек-бөлшек қой, содан әр құстың атын айтсаң не дейді? Тіріліп, сол құс келеді. Болды ма? Болды. Ибрахим алейхиссалам Муса сияқты сұрады ма? Жоқ. Сұраса да не деп айтты жауабында? Иманымды күшейтсем деді. А Муса ше? Жоқ, көрсет өзіңді деді. Сол себепті Алла тағала кімді шақырады? Мусаны шақырады да не дейді? Мені көре алмайсың сен? Көрген кімді көр? Мұхаммедті көр. Себебі Алланы көрген пенде пайғамбарымыз кім болып келді ол жерде? Айта аласыздар ма? Біз айтамыз ғой, я Раб, дидарыңды көрсет деп. Алланың дидарын көрген пенде неге кеңеледі, неге бөленеді? Кім болып кетеді ол? Айтыңыздаршы, не болып кетеді? Не болып кетеді? Нұр. Жоқ, нұр болмайды. Не болып кетеді? Енді о пендені көрген пенде не көреді сонда? Мәселе осы. Муса алейхиссалам пайғамбарымызды көреді да. Түсінікті ме? Мысалға, қажылыққа барып келген адам не болып келеді? Ерекше бір аурамен, бір сипатпен, иіспен, басқаша бейнеде келеді ол. Оны көріп сен, нұрланып кетіпсің. Жүзіңде бір не бар? Жарық бар, нұр бар. Әдем болыпсың дейді. Дұрыс па? Жай. Ал Субханаху ва тағала мінсіз болған. Құл хуаллаху ахад, Аллаху самад, ләм ялид ва ләм юлад. Жаратылмаған, бастау жоқ, әл-әуәл ва әл-әхир. Алла тағаланы көріп қайтқан пайғамбарымызды көрген Муса не болады дейсіздер? فنزلت إلى موسى فقال ما فرض ربك على أمتك
мәселе. Муса алейхиссалам сонда пайғамбарымыздан рахма болып келген, үмметінің жағдайын көрген, үмметінің тағдырын көрген, алдына кеп тұрған, пенденің пиғылын біліп отыратын пайғамбарымыздан артық Муса біз үшін қобалжып, біз үшін уайымдап тұр. Үмметіңе Алла нені парыз етті, нешені парыз етті? Пайғамбарымыз айтады: "Құлту хамсина сала, қала ирджи иля раббик, фас'алху тахфиф, фа инна умматака ла ютиқуна бидалик, фа инни қад балауту бани Исраиля қаблака ва хаббартухум." Не деп айтады? Раббыңа қайт, және не сұра дейді? Жеңілдікті сұра, себебі сенің үмметің оны көтер алмайды. Мен де сондай сынаққа түскем, бәни Исраил ұрпағымен. Сеннен бұрын дейді, және оларға да айтқам едім дейді. Менде не бар сеннен көбірек? Хибра бар дейді, тәжірибе бар дейді. Сонда пайғамбарымыздан рахма болып келген, пайғамбарлардың төресі бағана ғана имамдықта тұрған, ол артында тұрды. Деңгей ғой, бұл деңгей ғой. Дұрыс па? Біз имамдыққа кімді шығарамыз? Арамыздан таңдап, лайық пендені шығарамыз. Фиқта талас болып қалады, дұрыс па? Екеуі де қари, екеуі де фақи, екеуі де жаңағы сияқты мысалға деңгейі жоғары болып жатса, таласып кеп қалған жатқа, екеуі де тең болып қалды. Ең соңында неге қараймыз деген? Тегіне қараймыз. Ең соңында неге қараймыз деген? Сұлулығына қараймыз деген. Қайсы әдемі? Мына жағынан бәрі тең келе жатыр. Мынау да қари, мынау да фақих, бәрі бар да. Сөйтсе енді қайсысын шығарамыз? Сөйтсе несіне қараймыз деген? Келбеті. Көрдіңіздер ме? Енді пайғамбарымызды күтіп отырады, және 2 рәкат намаз оқып кетіп қалады. Ана жаққа барғанда пайғамбарымызға ақыл айтып тұр. Жоқ, сенің үмметің көтер алмайды. Барып не сұра? Жеңілдік сұра деп. Муса алейхиссалам сонда Алланың құдіретінен, Алланың мүлк патшалығына шығып кетіп, өзінше ақыл айтып тұр ма? Жоқ, бұл кімнің ісі? Әлбетте бұл бірінші кімнің ісі? Сапар, Исрадан бастап ол Ми'раж оқиғасы, аспан әлемі кімнің ісі? Алланың ісі. Алла пайғамбарымызды сол денесімен, сол тәнмен алып кеп тұр ма? Алланың ісі. Өзінің құзырына кіргізді ме? Алланың ісі. Онда Мусаны жіберіп тұрған кім? Алла. Неге? Сұраған сол. Айтқызып тұрған онда кім? Алла. Муса өзі емес. Сонда Муса ақылды болып шығып кеп пайғамбарымызға иман еткен. Имамдыққа шыққан пайғамбарымыз ақыл айта ала ма? Жоқ. Бұның артындағы сыр пайғамбарымыз Муса арқылы пайғамбарымызды қайтарған дейді. Неге? Білесіздер ме? Себебі Алла тағаланың құзырында тұрғанда пайғамбарымыз әдептің шынын көрсеткен дейді. Қандай әдептің? Үмметіңе және саған 50 ракағат парыз деген сәтте не істемеген дейді. Я Раб, кім сияқты? Муса сияқты. Я Раб, не? Ол қалай ол үмметіме не болып кетеді? Ауыр ғой бұл. Қай уақытта ол намаз, тіршілік жасайды, қай уақытта базарға шығады, қай уақытта баласымен ойнайды, қай уақытта демалады, қай уақытта баняға барады мысалға. 50 ракағат намаз, ойлаңыздаршы. Неге айтпайды пайғамбарымыз? Я Раб, сен мейірімдісің ғой. Бұлар қай уақытта сонда тіршілік қылады? Неге айтпайды соны? Білмеді дейсіздер ме? Пайғамбарымыз айтады: мен үмметімнің ол мәселені көтер алмай қалады, және үмметіме ауыр болады дегендіктен сивакты не істемедім деді? Парыз етпедім деді. Бірақ я дегенімде ләуажабат деді. Я деп айтқанда не болып қалар деді? Парыз болып кетереді деген. Әр намазда, субханалла. Ал ол кезде пайғамбарымыз я дегенде қасында жүрген фадака умми ва аби деп, анам, әкем сен жолында құрбан болып кетсін деп айтқан сахабаларға ол ауыр болар ма еді? Ауыр болмас еді. Пайғамбарымыз сахабаларды уайымдап тұрған жоқ. Сахабаларды айтып тұрған жоқ. Кімді айтып тұр? Сіз бен бізді әлсіз болып жүрген. Нені көрді? Болашақта мыналар жай ғана мына мишвактың өзіне өкіп кетеді бұларға. Қиын болып кетеді деп не істеген жоқ. Я Раб, керек емес, мен я демек қояйын деді. Келесі, қажылықта жатқанда, қажылықта жүргенде бір пенде кеп, я Расулалла, әл-хаджу фи кулли амин деп сұрады ғой. Не деп айтты? Қажылық әрбір жылда ма деді.
Пайғамбарымыз үндемейді. Ана кісі тағы да сұрайды, үндемейді, тағы да сұрайды. Соңында не деп айтады? Я деп айтқанда не болып кетер еді деді? Парыз болып кетер еді деді. Неге айтпайды? Көрді біздің қандай екенімізді. Ондай болса, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтар еді ғой, я Раббым, сен жараттың ғой бізді, кімнің кім екенін білесің. Олар оны көтере алмайды ғой деген сөзді айтуға болар ма еді? Айтпайды дейді. Кетіп қалған дейді. Болды. Болды, бітті. Неге? Қонақта отырған пенде, қонақ күтіп жатқан Аллаға бір нәрсе айта ма? Бізде де сонда қонаққа бардың ба, саған ас берсе, айтпайсың ғой, мынау не мынау? Дұрыс тамақ берсе маған. Қонақ қып күтсең, мен дұрыстап күтсе деп әңгіме айтыла ма? Жоқ, қонаққа барған адам не істейді? Үндемей, молқау, соқыр шығып кетеді, дұрыс па? Пайғамбарымыз соны көрсеткен дейді. Келді, құзырына шақырды, сыйлықты алды, сыйлық ол намаз. Себебі қалған құлшылық кіммен келеді? Уасита. Уасита дегеніміз ортада тұратын жеткізуші делдал дейді. Кім? Жибрил алейхиссалам арқылы. Жалғыз намаз Алла өзінің құзырына шақырып береді. Оны не деп айтқан? Сый деп айтқан. Неге? Алла құрметтеп, өзінің сүйікті құлын қонаққа шақырғаннан кейін құр қол қайтармайды ғой дейді. Нені берді? Сыйлықты берді. Ал сыйлықты алып тұрған пайғамбарымыз қонақта тұрып не айтпайды? Уәж айтпайды ғой енді. Шағым айтпайды ғой, я Раббым. Содан қайтып кеткеннен кейін Алла тағала не қылады? Қайтар. Неге? Алла бізді артық береді ғой, Мусаны жібереді. Неге Мусаны таңдаған? Себебі көрем деген Муса, енді Алла тағала не деп жатыр? Мені көре алмайсың, кімді көріп қал бе? Мұхаммедті көріп қал. Сол Мұхаммедті көрсең болып жетерлік. Оған дәлел қазір оқиық міне. فرجعت إلى ربي وقلت له يا ربي خفف عن أمتي فحط عني خمسا. Алла тағалаға баратындай, сонда Алла тағала Муса мен пайғамбарымыздың арасында болған сөзді естімей ме не? Білмей ме не? Алимул ғайб ва ма утитум минал илми илля қалила. Бәрі кімнің ісі? Алланың ісі ғой. Не үшін сонда? Пайғамбарымыз кетіп қалды, қайтып әкелді, түсірту үшін. Сонда Алла тағала әуел баста 50-ді парыз еткісі келмеген. Неге? Себебі негізгі парыз болатын нешеу? 5. Түсінікті ма? Бірақ нені бермек? 5 парыз болғанмен де сол 50-дің несін береді? Сауабын береді. فرجعت إلى موسى فقلت حط عني 5 قال إن أمتك لا يطيقون ذلك فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. Сөйтіп қайта береді. Ең соңғысына тоқталатын болсақ, қараңыздар. فلم أزل أرجع بين ربي تعالى وبين موسى حتى قال سبحانه يا محمد إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة 10 فتلك 50 صلاة. Сонда әрбір намазға 10, 5-еуі 50 болады. ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة ومن هم بحسنة فعملها كتبت له 10 ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب له شيئا ومن هم بسيئة فعملها كتبت له سيئة واحدة. يا محمد, кімде-кім бір жақсылыққа ұмытылып, ниеттеніп істей алмай қалса, бір жақсылық, ал істеген болса 10 жақсылық. Кімде-кім бір жамандықта ниет алып, бел болып, істемек болып, істей алмай қалса, онда еш нәрсе жазылмайды. Ал істеген болса, бірақ жамандық жазылады деді. قال فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فأخبرته. Сөйтіп қайтып кеп Мусаға айтқан едім. Муса не деп айтты? Сонда 5 болып тұр ғой, ең соңғысы. فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. 5 болды, бітті енді. Алла тағала айтарын айтты. Болды, осыдан кейін болды ғой деген сияқты, فقلت قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه деп айтады пайғамбарымыз. Енді қара, Муса алейхиссалам мен пайғамбарымыз қайда тұр? Пайғамбарымыз не деп тұр? Барсам, Муса не дейді? Бар да қайтып дейін сұра. Жеңілдікті сұра дейді. Сонда Муса пайғамбарымыз не деп тұр? Жоқ, енді мен барып сұрайтындай не қып тұрмын? Қайта барып сұрайтындай не болып тұрмын? Жоқ, ондай деңгейде емеспін. Фастахияйту минху не деп тұр? Алладан енді жеңілдік сұраудан не істеп тұрмын мен? Ялып тұрмын дейді. Пайғамбарымыз барып сұраудан ялып тұрса, Муса алейхиссалам не деп тұр? Бар тағы сұрадыр деп тұр. Сонда пайғамбарымыз Муса біздің немізді ойлап тұрған жоқ ол кісі.
Үмметім, яғни пайғамбарымыздың үмметі үшін жеңілдікті ойлап тұрған жоқ ол кісі. Нені ойлап тұр дейді? Не болып тұр бұл жерде? Пайғамбарымыздың бағанағы бөленіп, кеңеліп келген дидар деп айтамыз ба, нұр деп айтамыз ба, соны көре бергісі келген дейді. Тағы барып кеш, тағы барып кеш, тағы барып кеш. Түсінікті ме? Барып кел тағы да, тағы барып кел. Оған дәлел міне. Бесеуге түскенде не деп айтты? Тағы да барып кеш деп айтты. Неге дейді? Бағанағы нәрсені көріп, қанбағандықтан көре бергісі келген. Көре бергісі келген. Пайғамбарымыз дейді, жоқ, болды, енді әдеп сақтайық. Мен енді ұялам. Сонда пайғамбарымыздың әдебі мен кемелдігі көрсетсе, мына жақта Муса нені айтып тұр? Жоқ, барып кел. Жоқ, барып кел. Несін айтып тұр сонда? Мен сені көрем деген едім ғой. Соны көрсет деген сияқты да. Түсінікті ме? Міне осындай сырлар бар екен. Аллахумма аллимна ма янфа'уна ванфa'на бима 'алламтана ва зидна 'ilma. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. ضالين آمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.